Al жақсы кеттік. Так, 6 адам жүр. Давайте тағы 2-3 адам. Тез 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 жібереміз. Мынау басша оңай ғой сіздер. Тез тез шарп тастау керексіздер, иә? Тез тез шарп тастау керексіздер. Так, бірінші зеп. Так, балалар 8 адам жүріпті. Тексере берейік па? Кім жіберген жоқ әлі? Так, мына жерде байқасаңыздар 5 нұсқа. 5 нұсқа деген сөз ол қиын деген сөз. 4 нұсқада наугад белгілесең дұрыс көп шығады, 5 нұсқада шыға қоймайды, иә? Ал жақсы 10 адам жіберіпті. Так, мен тексерейін. Так, бірде. Так, 10 адам жіберіпті. Так, Камила дұрыс. Админ деген кім еді? Есіміңізді айта салсаңыз, иә? Ерасыл. Админ деген Ерасыл дұрыс, Аяла дұрыс, Каусар дұрыс, Мадина дұрыс, Қуандық Каусар дұрыс, Әсем Саспаева дұрыс. Так, мен балалар бірінші есепті ғана сұрадым, иә? Жақсы, Әсем Саспаева деген сіз 500 деп жазып жіберіпсіз, сіз қателесіпсіз, иә? Жақсы. Балалар, кім жазып үлгермеді жауабын? Кім жаңадан кірді, жазып үлгермеді, мүлдем. Үлгердіңіздер ғой барлығыңыз. Жақсы. Енді бірінші есептің жауабы оңай, иә? Бірінші есепте тез тез өтіп кете берейік. Так, бала сонсоң мен ережені үйретейін. Ереже чатта былай. Мен мысалы қазір бірінші есепті талдаймын ғой. Талдап біткен соң ғана екінші есептің жауабын жіберуге болады. Себебі қазір шатасып кетеміз. Жарайды ғой, иә? Жақсы. Бірінші есепте жауап с шығады екен. Есеп өте оңай. 3 тонна дегеніңіз менде 3000 килограмм. 3000-ді бөле саламын 60 килограммға. Сонда есептің жауабы менде 53 шығады. Есеп оңай, иә? Түсінікті ғой, иә? Өте қарапайым есеп. Ал енді чатқа сіздерге рұқсат. Давайте екінші есептің жауабын тез 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 жіберіңіздер. Бала тез 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 шығарайық, давайте. Дарының сайтында тұрған пробный екен, бір ата ана жіберді. Есептер өте қарапайым, бас жағы. Тез тез шығарамыз, иә? Так, төрт адам жіберіпті. Давайте бас жағын тез тез өтіп кетейік, балалар. Так, 6 адам жіберді. Давайте тез 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 балалар, тез 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 тез. 7 адам, давайте тез 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 тағы 2-3 адам шығарамыз, потом тексереміз. Так, админ, негізі мен тақтама сызуға болмайды. Ереже сондай. Так, бала 7 адам жауабын жіберді. Қалған оқушылар шығара алмадыңыздар ма әлі? Так, 8 адам болды. Жақсы тексере берейік, иә? Так, екінші есепте. Так, бірінші кім жіберді? Так, бірінші жаңа кім жіберді өзі? Бірінші жіберіп қойыпты. Негізі Камила деген кісінің атынан қай оқушы отырған еді? Айлана. Айланы, жақсы. Бірінші Айша, Айлана жіберіпті, Аяла жіберіпті. Админ деген оқушының кісінің атынан қай оқушы отырған еді? Ерасыл. Ерасыл, иә, жақсы жақсы. Ну, барлығы дұрыс жіберіпті. Каусар, Төлеубек, Каусар, сіз қателесіп қалыпсыз. Так, мен тез тез талдап көрсете салайын. Каусар, енді мынаны есептеудің әдісі көп. Ондық бөлшекпен істесеңіз болады, үш жерде істей салсаңыз болады. Мына қарасаңыз 8-ден қаншаға тең болады, Каусар? 8-ге 4-ті көбейтеміз 32, 32-ге 3-ті қосамыз 8-ден 35. Көбейтілген 4, сразу 4 деп ала берем, себебі Каусар сіз қателесіп қалыпсыз. Сразу 4 деп ала берем, не үшін? Себебі теріс санға теріс санды көбейтсем, оң санды береді. Көбейтем 100-ден 64-ке. Дұрыс қой, иә? Енді байқасаңыздар қысқаратындар бар, иә? Мына жерге мынаған нешеден? 1-ден. 8-ді 8-ге бөлсек 1-ден, 64-ті 8-ге бөлсек менде нешеден? 8-ден, иә? 4-ті 4-ке бөлсек 1-ден, 100-ді 4-ке бөлсек нешеден? 25-тен. Енді қарайтын болсақ, мына жерде тағы қысқаратын нәрселер бар. Қандай нәрселер бар бізде? 25-ті 5-ке бөлсек 5-тен, 35-ті 5-ке бөлсек 7-ден. Дұрыс қой, иә? Енді сонда не қалды менде? Үстінде 7 көбейтілген 1 көбейтілген 8, яғни алымда бөлімде менде 1 көбейтілген 5 қана қалды.
Сонда 5-тен 56, бұны 2-ден 2-ге көбейтеміз ондық бөлшекке айналдыру үшін. 10-нан 112. Бұл дегеніміз мынанша болады. Қуандық Кәусар түсіндіңіз ба? Қуандық Кәусар түсіндіңіз ба? Жақсы. Түсінікті ма? Қуандық Кәусар жауап берсеңізші, ойбай ай. Сіздің жауабыңызды ала алмай кетеді ағай, екен. Ау. сіз маған емес, тілеубек кәусарға түсіндіріп жатыр едіңіз ғой. Мен білмеймін Кәусар. Қай Иә, Кәусар түсіндім, екен? ағай. Білмеймін, бір Кәусар қате кетті, мен кешіріңіздер. Жақсы, ал енді үшінші есептің жауабын жіберуге рұқсат. Давайте, тездет үшінші есептің жауабын жібереміз. ағай бір нәрсе айтсам болады ма? Айтшы. Мына жерде бар ғой м жақшаны жасаймыз плюс 66,4 тең. Жоқ. Ол бастапқы есептерді мен сұрамаймын шығарып жолын сендерден. Маған қызық емес бастапқы есептерін шығарып жол. Мен ана қиын есептерге келген кезде мен сендерден сұраймын. Бұл стандарт есептер, бұлар өте оңай есептер. Ана қиын есептерге келген кезде мен айтамын, қалай шығардыңдар деп. Қазір уже 9 болады, сендердің ұйқыларың келеді. Сол үшін мен тез өтіп кетейік бұл моменттерді. Тез, давайте үшінші есепті шығарамыз. Тез. Жақсы, так, 7 адам жіберді. Давай, үшінші есеп 7 адам. Тағы қанша адам? Мына жақта 12, менмен қосқан кезде 12 адам отыр. Значит, 11-дің 1-2 ата ана десек, тағы 2 адам ба жіберу керек? Дұрыс па? 7 адам жіберді. Бала тездетеміз. Бұлай біз 50 есепке бара алмаймыз. 50 есеп талдап үлгеру керекпіз. Хотя бы 50 болмаса да, хотя бы 40-қа дейін, 35-ке дейін талдап үлгерейік. Так, 8 оқушы жіберді, 9 оқушы жіберді. Жақсы, тексере берейік, е? Давайте келісе алайық. 8-9 оқушы жіберген кезде, значит, 90 шығарды деген сөз ғой. Тексере береміз. Так, 3-те. Так, 3-те. Так, 3-тің берілген қандай еді? Не үшін қате кеттіңдер сендер? 3-те, так, 3-те Асем Саспаева қате кеткенсіздер. Так, Адина дұрыс. Айша қате, Амангелді Аяла дұрыс. Так, Айлана ма, Камила деген кісінің атын ұмытқан. Сол кісінікі дұрыс. Админ деген дұрыс. Кәусар Тілеубек дұрыс. Мадина дұрыс. Жақсы. Енді жаңа қате кеткен оқушы мүмкін минус жазу есінен шығып кеткен шығар, оны білмеймін. Енді мына жерде оңай, минус болса плюс болады. Плюс 66-4 тең 28-4. Енді не істеймін? М-ді табу үшін 28-4-тен азайта салсам, 66-4-те М-нің жауабы нешеге тең болады? Минус 38-ге тең болады. Есептің жауабы бізде Д болады. Балалар, оңай ғой, иә? Оңай, иә? Балалар, Иә. оңай ғой, иә? Ал, жақсы, кеттік онда. Төртінші есепті шығара берсеңіздер болады. Тез, давайте. Хотя бы 40-қа дейін ба үлгерейік бүгін талдап. Енді байқасаңыздар, мына есептің барлығы Дарының сайтында берген пробныйда просто бұлар подсказка тастап тұр, что барлық тақырыпты қайтала деген сөз ғой мынау. Қарасаңыздар, пропорция келіп жатыр, кім не келіп жатыр, мынау радиус келіп жатыр. Так, төртінші есеп 7 адам жіберді. Давайте тағы 2 адам жіберіңіздер. Тез өтіп кетейік, бұл жерден де. Так, жаңадан келген оқушы болса айтайын. Мына жерде чат деген бар. Чатқа личный сообщение деген бар. Яғни маған личный сообщение жазасыздар, мен тексеріп беремін, тез талдап кете береміз. Мына есептер Дарының сайтындағы пробный есептер. Так, 7 адам жіберді ма төртінші есепті, босандыршы. 9 адам жіберсін де хотя бы. Так, 7 адам. 8. Бұл тексере береміз, 9. О, жақсы. 4-те. Так, бізде 4-те не дейді? Ойбай, 4-те не сұраған еді? Так, 6, былай, 4-те, жақсы. 4-те бізде Аяла бірінші жерді дұрыс. Так, Айлан, қателеспесе Айлан еді, есен шығып кетіп жатыр. Дұрыс. Айша дұрыс. Асем Саспаева дұрыс. Кәусар дұрыс. Админ дұрыс. Лашын дұрыс. Ағай, жаңағы Мадина деген мен дейді. Жақсы, рахмет Мадина. Так, Кәусар, Қуандық Кәусар сізде қате кеткен.
Қуандық Кәусар қате кеткен. Так, Қуандық Кәусар қараңыз. 300 дейді, жақсы. Яғни бұл оңай, я, просто мына есептер, басшақ есептер өте оңай екен. S тең 2 бер дейді да, S тең 2 көбейтілген 3 көбейтілген 50, есептің жауабы С шығар. Ойбай, өтірік айтамын. Б шыға салады. Балалар оңай ғой, я? Жақсы, тез кеттік онда. Тез, давайте 5-ші есеп жіберіңіздер онда. Тез. Та, 5-ші есептің варианттарын көрсетіппін ғой мен. Жақсы, 5-ші есеп жібереміз. Тез. Так, балалар, 7 адам жүр. Так, давайте, 1-2 адам тез жібереміз. Балалар ұйықтаңдар. Так, 8 адам, жақсы, тексереміз. Так, бізде... Так, давайте кім қате шығарды, соны айта салайық, е? Ну, вроде бар, дұрыс шығады, е? Жақсы. Балалар, 5-ші есеп талдау қажеті бар ма, жоқ па? Оңай есеп вроде. Мен талдай десеңіздер талдап берейін. Мына жерде барлық отқандардың барлығы дұрыс шығарды. Бірақ жібермегендер бар. Мүмкін Талдап беріңізші. Ау? Талдап беріңізші. Талдап берейін ба? Жақсы. Так, бізде былай ғой. Так, 63-тен 35-ті көбейтемін нешеге? 9-ға. Яғни мен әтеге сәл есептің жеңілдету үшін мына бірінші 9-ға көбейтіп жібермекшімін. Бұл тең болады мына шетіне. 9 қосқан неге? 9 қосқан 2х-қа. Енді мына жерде байқасаңыздар бізге қысқаратын бар. 9-ды 9-ға бөлсек бізге 1, 63-ті 9-ға бөлсек 7. Дұрыс па? Онда менде не? Қараңыздаршы, 35 бөлінген 7 тең 9 қосылған 2х. Енді 35-ті 7-ге бөлсек қанша бізде? 35-ті 7-ге бөлсек бізге 5, е? 35 7-ге бөлсек 5. 5 тең 9 қосылған 2х. 5-тен 9 алам, 5 азайтылған 9 тең 2х. Минус 2 тең 2х. Бұл жерден х мән тең минус 4 бөлінген 2. Х мән тең минус 2. Түсінікті ма? Иә. Жақсы, оңай. Давайте онда келесі есепті жіберулеріңізге рұқсат. Так, ойбай, есеп қайда кетті? Давайте 6-ші есепті шығарыңыздар да жіберіңіздер. Так, 4 адам жіберді. Давай, бала тездетеміз, давайте. Қиын есептер шығарайық та. Так, балалар 5 адам жіберді. Давайте тездетеміз. 6-ші есеп қиын емес негізі. Тез.
Кемінде 9 адам жіберу керек. Тездетіңіздер. Так, бізде 8 адам жүріпті. Жақсы тексере берейік, иә? Так, 8 адам. Так, бізде балалар, давайте кесіп алайық. Есеп нөмірін жазыңдар. Сендер қай есеп жүргендер, мен шатасып қаламын қазір. Қазір ренжисіңдер. Ағай, менің қате дедіңіз, дұрыс еді ғой деген әңгіме басталады. Есеп нөмірін жазыңдар. Мысалы, алтыншы есептің жауабы, мысалы, А болса А депті. Түсініп тұрсыңдар ғой, иә? Қазір ұрысып қаламыз бекерге. Так, бірінші админ деген жіберіпті. Сіздің атыңыз есте сақтап үлгермедім. Админ қате, Аяла дұрыс. Так, Маржан Мәуленова дұрыс. Әсем Саспаева дұрыс. Каусар дұрыс. Камила қате. Қасым дұрыс. Қуандық Каусар қате. Айша дұрыс. Камила дейді ма? Ең соңында қате. Жақсы. Қараңыздар. Мынандай есеп. Жақшаны ашуға берген есеп, иә? Енді қараңыздар. Давайте ашайық. Так, 4 минус 7z. Енді қараңыздаршы, бізде жақшаның ережесі бойынша плюс минус не болады? Жақшаның ережесі бар бізде, иә? 6-шы сыныпта өткен минус болады. Минус. Енді мына жақта плюс не болады? Плюс болады. Плюс 5z. Енді негізі математикада мына жерде 8-дің алдында сан жоқ болса, негізі бізде плюс бар. Қайттан жақшаның ережесіне келеміз. Минус плюс не болады? Минус. Минус 8z болады. Енді қараңыздар, минус плюс Минус 8. Минус 4. минус 4z болады. Не жерде де бірде негізі санның алдында сан жоқ болса, плюс бар деп ойлаймыз, иә? Енді қараңыздар. Минус 1. Плюс 1. Ағай, қатем дұрыстадым. Минус 8. Жақсы. Қараңыз. Плюс минус. Минус. Минус 8z. Жақсы. Так, енді не істейміз? Енді қарасақ, негізі жалпы әріпті өрнек деген нәрсе ұғым бар математикада. Әріпті өрнек, санды өрнек деп айтады. Бірінші әрі бар нәрселерді жинаймыз. Яғни мыналарды беркелдеп алып аламыз бірінші. Бізге бірінші осылар керек. Түсініп тұрсыңдар ғой? Онда минус 7z қосылған 5z, минус 4z, минус 8z. Балалар, мен қателесіп кетпеймін, мен кейде алдап кететін бар, иә? Жақсылап қарап отырыңыздар, олжас ағайларыңыз алдап кетеді кейде. Так, мынау осылар отдельно теріп аламын, иә? Сонда қарапайым неше шығады? Плюс 4, так, минус 8. Минус 11. Минус 8 плюс 1, иә? Так. Жақсы, мына жерден енді есептейміз, яғни оңай, иә? Теріс стандарт, қосу, азайту деген ережелермен мына екеуін есептейміз. Енді қараңыздар, минус 7 плюс 5 минус 2, минус 2 минус 4 минус 6, минус 6 минус 8 минус 14. Минус 14 z. Так, плюс 4 минус 8 минус 4 минус 4 минус 8 минус 12 минус 12 плюс 1 минус 11. Есептің жауабы А жауап шығасы. Балалар, оңай ғой, иә? Иә. Оңай, иә? Жақсы, кеттік. Так, негізі балалар есеп оңай, шынымен оңай. Мен просто дарынның пробные деген соң, бір атана жазған соң, мен сіздерге беріп тұрмын. Болашақта сіздерге бұдан қиын есептер көп болады. Давайте 7-ші есепті шығарамыз да тез жібереміз. Тез, давайте, тез жұмыс істейміз, чтобы қиын есептерге тез жету үшін. Жарайды ғой? Так, 7-ші есепті 4 адам жерді. Давайте тағы бір 4-5 адам жерсін, потом тексеріп тез өтіп кетеміз.
Так, балалар, 6 адам жіберіп шығарды. Давайте тездетеміз. Тез, 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 тез. Оңай есептер болар. Басша, қиын емес. Ағай, Ау, қиын есептер шығарылуын кезекпен кезек айтсақ бола ма? Шығар. мен өзім сұраймын. М. Өзім сұраймын. Қандай? Нормально талдауға болады деген есептерді да. Бірге оқушылармен ше. Бұлар оңай есептер. Тем более көп экзаменде бұл есептер көп оқушы шығара алады. Сөз есептер келген кезде талдаймыз оны. Так, 7 оқушы. Давайте тез, 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 тағы 1-2 оқушы. Тез, 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 тез. Ағай, адам азайып қалыпты ғой. 13 адам. Бұрын 33 адам отыр. 33 адам енді болды ғой, бәрі тапсырды кетті, үйтті, бүйтті, болды ғой. 33 болған кезде. Так, бала 7 адам жіберді ма, сонда қалғандарыңыз кімдер? Бұл жерде ата ана отыр. Мақұл, 1-2 адам ата ана дейік. Қалған оқушыларшы не істеп отырсыздар? Так, балалар, болды, уақыт бітті, мен тексеремін. Себебі бізде қиын есептер көп әлі талдайтын. Қазір сендер 9 жарымда ұйқыларың келеді. Сондықтан тез-тез талдай берейік. 7-те. Так, 7-те бірінші Аяла шығарыпты, дұрыс. Админ деген шығарыпты, дұрыс. Мағжан Мәуленова, дұрыс. Камила, дұрыс. Әсем Саспаева, дұрыс. Адина, дұрыс. Қасым, дұрыс. 7 адам жіберген, 7 адамға дұрыс, қалған оқушылар жібермеген. Енді қараңыздар, бұл сатылы бөлшек деп аталады. Сатылы бөлшек. Сендер қараңдаршы, сатыға астынан бастап шығасыңдар ғой. Кесесіңдер ғой. Иә. Үш жерден бастап шығатындар. Сатылы бөлшек шығарған кезде осы астынан бастаймыз. Яғни 5 азайтылған 2-ден 1. Бұл неге тең? Бұл Төрт деген емес. 4,2-ден 2 азайтылған 2-ден 1. Бұл дегеніміз нешеге тең? 4,2-ден 1-ге тең. 4 немесе 2-ден нешеге тең? 2-ден 10-ға тең. 2-ден 9-ға тең. Дұрыс қой, иә? Жақсы. Иә. Екінші амал. Екінші амал. Бізде қарасаңыздар, мына сызық тұр. Бұл сызықты математикада не білдіреді? Бөлуді білдіреді, иә? Яғни 1-ді бөлеміз 4,2-ден 1-ге. Бұл дегеніміз 1 бөлінген 2-ден 9, бұл дегеніміз 1 көбейтілген 9-дан 2 болады. Мына жерден 9-дан 2 шығады. Енді үшінші амал. Үшінші амал, байқасаңыздар, мына қосу орындалады. Қосу орындалады. Балалар, сіздерге бар ғой, есептерді шығару жолы міндетті түрде жіберіледі сабақтан соң. Түсінікті ғой, иә? Сол үшін жазбай ақ қоюға рұқсат. Пока что кейін YouTube видеодан қайттан көріп жазып аласыздар. Сабақта көп есеп шығаруымыз керек біз. Мақсат сол. Анда жазуға уақыт кетірмесеңдер дұрыс негізі. Не үшін? Мен бәрібір YouTube'қа жіберем. Бұны салам YouTube'қа шы. Енді қараңыздар. 2 қосылған 9-дан 2. Бұл нешеге тең? 2,9-дан 2 немесе 9-дан неше? 9-дан 20. Енді төртінші амал қарасаңыздар. Бізде төртінші амал мынау сызық. Мынау сызық не білдіреді? 9-а 20. Бөлу. Досым, 20-дан 9-ға тең болады. Иә, 20-дан 9-ға тең. Келесі, бесінші амал. 2 қосылған 20-дан 9. Бұл нешеге тең? 2,4 20-дан 49. Түсінікті ғой, иә? Иә. Енді соңғы амал, жоқ, соңғы амал емес. Енді мына жерге келдім ғой. 1-ді бөлем нешеге? 20-дан 9-ға. 9-дан 20 болады. 20-дан 9, 49-дан 20. Енді бір Енді жетінші амал. 1 қосылған 49-дан 20. Есептің жауабы 1,49-дан 20. Бала түсінікті ма? Иә. Бала түсінікті ма? Түсінбесеңіздер, қай жерін түсінбедіңіздер, айтыңыздар. Түсінікті ғой, иә? Иә, түсінікті. Жақсы, онда балалар, түсінсеңіздер, онда керемет. Молодцы деймін, басқа ешнәрсе демеймін. Мен былай айтайық, жалпы сабақтың мақсаты көп есеп талдау. Сендер көп есеп талдасақтар, көп есеп шығарып, көп есеп талдасақ ақылды боласыңдар. Сабақта жазбауға рұқсат. Но мен сабақтан соң YouTube'қа несіне саламын да жіберемін, сол жерден түсінбеген есептерімді қайттан қарап жаза аласыңдар. Түсінікті ғой, иә? Жақсы, давайте 8-ші есеп шығарамыз. Тез, давайте, тез жұмыс істейміз. Жақсы есептерге келгенше тез жұмыс істейік. Бас жағы ғой бұл. Так. Мен қазір мына есептің варианттарын ашамын, иә? Міне варианты. Масштаб. Әдемі есеп. 6-шы сыныптың басындағы тема қайталауды міндетті түрде қажет етеді. Ағай, 8-ші есеп ше. Ой, 8-ші есеп қалып кетіпті ғой, иә. 8-те өтейік. Ой.
Просто андай, мен алдын биыл курсында, ниш курсына дайындаған кезде бұндай есептер талдамай өтіп кете беретін еді да біз ше, тек қана сөз есеп шығарып ше. Себебі сендер сөз есептен қиналасыңдар ғой. Ну, будущем уже келесі сабақта біз де сөйтеміз. Тез сөз есептер ғана талдаймыз, сөйтіп кетіп қаламыз. Сол үшін үйрене беріңдер қазір. Так, 6 адам жіберіпті. Мына есеп оңай ғой бала, тездетейікші. Тез. Так, 8 адам жіберіпті, иә? 8 адам жіберді деген сөз, почти 80% жіберді деген сөз, иә? Жақсы, тексере берейік. 8-де, так, админ деген оқушы дұрыс, Айша дұрыс, Маржан Мәуленова дұрыс, Аяла дұрыс, Камила дұрыс, Қасым дұрыс, Қуандық Кәусар дұрыс, Әсем Сыспаева дұрыс. Оңай есеп, иә? Жақсы. Негізі, математикадан андай не бар, оңай есептеу әдісі деген бар да. Бұл есепті есептеу үшін бірінші былай жаза аласың. Так, мынаны модульден шығарсын 10 болады, көбейтілген 12 болады. Көбейтілген мынау дегеніміз ол теріс сан болып тұр, иә, тұра берсін. 8-2 болады. Так, мынау дегеніміз бізде модульден 1/5 болып шығады. Көбейтілген 1/5. Негізі ең бірінші мына екеуін көбейткен дұрыс. Мына екеуін екі болады. 2 болады. Екі болады. Онда есептің түрі былай өзгереді. Қараңыздар. 2 көбейтілген минус 8-2 көбейтілген неше? 1,5. Көбейтілген 1,5. Енді тыңда. Дальше былай істеу керек. Дальше негізі мына 2 мен 1,5-ды көбейткен дұрыс. Сонда бізде 3 көбейтілген минус 8-2 болады. Сонда ал 3-ті минус 8-2 көбейткен оңай, просто былай болса. Есеп оңай, иә? Оңай ғой, иә? Жақсы, Иә. келесі есеп. Давайте 9 есеп. Қойын ай. Оңай ма? Так, бала тездетеміз, иә, жібереміз.
Так, 7 адам жіберіпті. Давайте тағы 1-2 адам шығарыңыздар. Тездетіңіздер. Тағы 1-2 адам, хотя бы. Так, жақсы. 7 адам, одан артық адам жібермейді ау деймін. Естеріңізден шығып кеткен шығар, иә, бірінші тоқсанның тақырыбы. Қараңыздар, бұл есе былай шығарады. Балалар, масштаб дегеніміз не негізі? Білесіздер ма? Масштаб дегеніміз үлкен нәрсені кішірейту немесе кіші нәрсені үлкейту. Енді масштабтың формуласы былай негізі. Өмірдегінің картадағы қатынасы. Қатынас деген сөзді оқушылар түсінбейді. Бөлу деп түсініңдерші. Масштаб дегеніміз өмірдегі мәннің картадағы мәнға бөліндісі. Мен екі рет сыздым, себебі екі масштабпен істеймін. Енді қараңыздар. Бізде есепте мынандай әңгіме айтылған. Мен тексермеппін, айтпақшы. Тексеріп бере салайыншы. Так, бізде қуандық кәусар қате шығарды. Так, Қасым дұрыс. Админ қалай шығарған? Админ қате шығарды. Так, Асем Саспаева дұрыс шығарды. Тілеубек Кәусар қате шығарды. Амангелді Аяла дұрыс шығарды. Маржан Мәуленова дұрыс шығарды. Жақсы. Енді қараңыздар. Бізде, давайте шығарайық. Бізде Арман мен Мараттың үйлерінің арасы бірінші картада 2 сантиметр. Енді қараңыздар. Бірінші картада деген сөз 2 сантиметр. Значит, картада деп айтып тұр, е? Ну ладно, значит, 2-ні мына картаның астына қоямын. Так, мың мен негізі қателестедім. Мен обратно жазып жібердім. Масштаб дегеніміз наоборот, керісінше картаның өмірге қатынасы. Карта бөлінген өмір. Карта бөлінген өмір. Енді қараңыздар. Арман мен Мараттың үйлерінің арасы бірінші картада 2 сантиметр. Я, картада 2 сантиметр дейді. Өмірде белгісіз, өмірде X дейді. Бірінші картаның масштабы мынау дейді, қара. Бірінші картаның масштабы мынау дейді. Мынаны сөйлетейінші, мынаны сөйлетсем, мынаның математикадағы мағынасы мынада. Мына сөздің математикадағы мағынасы мынадай. Картада 1 сантиметр, шын өмірде 1000 сантиметр деген сөз. Картада мағынасы мынада, математикада. Енді мына жерде не шешем мен? Пропорцияны шешем. Пропорцияны шешетін болсам, x мән неге тең болады? X тең болады. Так, 2 көбейтілген 1000 бөлінген қаншаға? 2-ге. 1-ге. X тең 2000-ға тең болады. Бала түсінікті ғой, иә? Значит, 2000 деген сөз біз жұмыс істеп атқан арақашықтықтың несі ол? Өмірдегі мәні. Значит, оны мына жерге екінші картаға әкелемін да өмірдің астына қоямын. Қараңыздар. Екінші картаға әкелемін де өмірдің астына қоямын. Мына жерге қоямын. 1-8 болады. Енді 8-ді картаның мәні деп ойлаймын. Өйткені екінші картада бізде 8 сантиметр болып бейнеленіп тұр ғой, дұрыс па? Онда 8-ді мына жерге қоямын, қараңыздар. 8 сантиметр деп. Енді мына жерде бір қызықты момент бар. Бірінші картаның масштабы, екінші картаның масштабын табыңыз дейді. Мына жерде балалар, мынандай бір қызықты момент бар. Екінші картаның масштабы, яғни картада 1 сантиметр, өмірдегі қанша деп сұрап тұр, соны айтып тұр. Онда картаның астына 1 сантиметр қоямын. И x табамын үшін. Пропорция бойынша x табатын болса, мен 1-ге 2000-ді көбейтемін де бөлем 8-ге, x мәні 250 болады. Онда қараңыздар, картада 1 сантиметр, шын өмірде 250 сантиметрге тең екен. Екінші картаның масштабы осыған тең екен. Балалар, оңай ғой, иә? Жақсы. Кейін YouTube видеоны жіберген кезде қайттан бір рет қайталап көріңіздер. Ал, давайте 10 есеп шығарамыз. Сіздерге әтеге орысшасымен беріп қойыпты сайтта, чтобы түсінбей қалмасын деп. Ай, бұл концентрация ма? Прям концентрация емес, қарапайым пайызға берілген есеп. Концентрация емес мынау. Одан оңай.
Балалар, есеп концентрация емес, давайте қиындатпай ақ қойыңыздар, иә? Қатты қиындатпай ақ қойыңыздар. Есеп сіздер ойлағаннан әлдеқайда оңай. Та, 5 адам шығарыпты. Давайте тағы бір екі адам тездетеміз, иә? 6 адам. Тағы давайте бір адам. Так, болды, 7 адам болды. Давайте тексере берейік. Так, бізде онда Әсем Саспаева қате, адмен қате, Камила дұрыс, Қасым дұрыс, Қуандық Кәусар дұрыс, Кәусар Тілеубек қате. Балар, бір қарбыздың бір қарбыздағы судың массасы, егер осындай үш бірдей қарбыздың, енді есеп оңай ғой, қараңыздаршы, бізде үш қарбыз бар дейді. Үш қарбыздың массасы қаншаға тең дейді? 24-ке тең болса, 3х тең 24, х мәні неге тең? 8-ге тең. Дұрыс қой, иә? Оңай ғой. Енді қараңыздаршы, онда бір қарбыздың массасы маған 8-ге тең. Бір қарбыздың массасы 8-ге тең. Так, Маржан Мәуленова дейді. Маржан Мәуленова. Сіздіңкі дұрыс, иә? Мен сіздің көрмей қаппын. Жақсы. Енді қараңыздар. X деген бір қарбыздың массасы 8-ге тең. 8 деген бізде 100%. Ал онда бір қарбыздың құрамындағы су бізде 7-28-ге тең дейді ол. 7-28 неге тең болады? X-қа. Өшірін X табатын болсақ, не істеймін мен? 7-28-ге 100-ді көбейтемін, бөлем нешеге? 8-ге. X-дің мәні нешеге тең болады? 91%-ға тең бола салады. Бала түсінікті ма? Бала түсіндіңіздер ма? Давайте менен қорқмаңыздар. Я жоқ. Я жоқ. Кім Я түсінген? считал. Кім түсінген жоқ? Ешкім. Ешкім ба? Прям ба? Давайте тездетейікші. Сіздер что-то жай жүріп жатсыздар. Мыналар қиын есептер емес. Мына қиын есептерге қашан шығарамыз біз деген вопрос қой менде. Так, давайте 11 тез шығарып тастаңдар. Тез шығарып тастаңдар 11-ді. Шығарып қойдым номерді уже. Мақұл, қалғандарыңыз тездетеміз. 12-ші сұрау. Алтыншы шаршы. Так, 11 есеп, 5 есеп, 5 оқушы шығарыпты. Тездетеміз. Так, 6 оқушы шығарыпты 11 есепті.
ай. Так, жақсы. 11 есепті шығарыпты. Так, негізі бүйтейікші балалар, давайте мына жақта неше оқушы отыр? Давайте, неше оқушы отыр? Не үшін 7 оқушы есеп шығарады? Мен түсінбеймін мен соны. Неше оқушы отырсыздар? Сіздер көп отырсыздар ғой, по идее. Мақұл, бір 2-3 ата ана бар шығар. Қалған, как минимум, тағы 2 оқушы болу керек қой мына жерде. Жақсы, қараймыз. Так, 11-ге келдік па біз? Так, 11-де есептің жауабы. Так, так, Каусар Тілеубек С деп жазыпсыз. 11-дің жауабы деп ойлайық. Дұрыс па? Каусар есеп нөмірін жазамыз. Мен қақтан білем, 10-ның жауабы ма, 11 жауабы ма, Каусар Тілеубек. Маржан Мәуленова дұрыс. Так, админ деген оқушы дұрыс. Айша Е. Қате, Қасым қате, Әсем Саспаева мен дұрыс оқытым ғой. Дұрыс. Қуандық Каусар қате, Амангелді Аяла дұрыс. Жақсы, қараңыздар. Балалар, есептің реттік нөмірін жазамыз. Мен білмеймін, мына есеп қалай шығарамыз? Мына есеп қарапайым, неге берілген есеп, е? Так. 0,5. Так, 5х қосқан 2 көбейткен 2 минус 7 тең 9. Енді қарайтын болсақ, не істейміз бірінші? Бірінші мына 7-ні екінші жаққа плюс қылып жіберіп аламын. Бірінші жақта не қалады? Қараңыздаршы, теңдіктің бірінші жағында не қалады бізде? 0,5 көбейтілген 5х қосылған 2. Мен тақтама админ, мен тақтама суға негізі рұқсат жоқ бұл жерде. 7 қосылған 9. Өйткені қатады менде. Түсінікті ма? Ал, жақсы, осылай болды. Енді не істейміз? Мына 0,5-ке 2-ні көбейтемін. Қанша болады? 1 болады. Кесесіздер ғой? 0,5-ке 2-ні көбейткен кезде 1 болады да, ол жоқ болып кетеді. Сонда менде не қалады? Сонда менде 5х қосылған 2 тең 7-ге 9 қосып, бізде қанша? 16, е? Оңай. Енді бұның өзін қанша жағдайды қарастырамыз? 2 жағдайды қарастырамыз. 5х қосылған 2 тең 16, 5х қосылған 2 тең минус 16. Дұрыс па? Дұрыс қой, е? Жақсы. Енді мына жақтан 5х тең неге тең болады? 16 азайтылған 2, так, 5х тең 14, x-тен қанша шығады? X бірінші түбірі 14 бөлінген 5. Екінші түбірі мына жерге өтеді. 5х тең минус 16 минус 2, 5х тең минус 18, бұл жерден x2 тең минус 18 бөлінген 5. Енді бұл жерде мен x1 мен x2-ның қосындысын тап деген сөз. x1 менде 14 бөлінген 5 шықты, қосылған x2 неше шықты менде? Минус 18 бөлінген 5 шықты. Енді, жақсы, енді келесі. Так, бізде қосатын болсақ, 5-тен 14 қосылған минус плюс шақсан ережесі бойынша минус болады. Минус 5-тен мынанша. Бұл деген минус 5-тен 4. Минус 5-тен 4-тің математикадағы мағынасы менде мынаған тең. Есеп осымен бітті. Бала, түсінікті ма? Жақсы. Ну, более-менее, башақ есептер, вообще, совсем оңай еді. Более-менее нормально. Средний есептер енді басталып жатыр негізі. Қалған башақтар есептер есеп емес еді негізі. Ал, давайте 12-ні шығарамыз. Давайте, бала, тез шығарайықшы. Тез. Хотя бы бүгін 30 есеп, 50 есеп па, мына жерде қанша? Хотя бы бүгін 30 есеп шығарайық. Или 40. Зато үй жұмысына 10 қалады, и қосымша мен есеп беремін. Ayşe bir gün ne vermesi? Ешқа. Иә, Айша, ана жақта личный сообщение дегенді таңдайсыз, Боран ұрыс таңдап сөйтіп жіберсе болады. Получается деген басын получается. Так, 7 адам жерді. Давайте тағы 1-2 адам жерікші 12-ні. Мен прям қатты асықпай ақ қойыңдар енді. Есеп негізі сәл қиындау. Тағы 1-2 адам, давайте 7 адам жерді, тағы 1-2 адам.
Так, жеті ақ адам ба сонда мына жерде? Ойбай, кім шығарып отыр, қалғандарын не істеп отыр мына жерде? Ағай, сабақ нешеге дейін болады? Негізі бізде 10 жарымға дейін сондайға дейін болады, как обычно солай. Алдын нишпен биылға солай дайындалдық. Прям оқушылар көбісі шаршаса, ерте шығып кетіп бара жатса, где-то 10-дарда бітеді ғой. 10-да, 10-нан 10 минут кеткенде. Менен бұрыннан қатысқан оқушылар білет менен. Бірақ 8 бен 10-ның аралығында болады ғой. Всегда. Ну, средний. 10-11'de de. 10, Al 11-дің жақындаған күнде 12'de de olur. Жоқ, 10 мен 11-дің аралығында балалар неғып кетеді, қиналып кетеді. Ұйықтайықшы деп неғып кетеді. Жақсы, болды, тыныш болды. Артығымен керек емес. Ал, жақсы, 12-ні тексерек, 9 адам жетті, нормально. 9 адам это нормально, по идее. Так, 12-де, так. Маржан Мәуленова дұрыс, Қасым дұрыс, Әсем Саспаева дұрыс, Камила дұрыс, Амангелді Аяла қате. Админ ағай бұндай есеп білмеймін дейді. Жақсы, мойындағаныңыз үшін молодец. Айша дұрыс, Қуандық Кәусар қате, Кәусар Тілеубек дұрыс. Жақсы, концентрация. Концентрация ништа жалпы ктл да көп келмейді, енді почти келмейді. фмшда да келмейді, бірақ ништа жыл сайын келетін есеп. Концентрацияны қалай шығарамыз? Давайте былай, мен енді әр мұғалім әртүрлі түсіндіруі мүмкін. Давайте мен былай түсіндірейін. Мен негізі былай түсіндіремін. Ағай, сосын бар ғой, негізі ништа концентрация келген жоқ. Ништа концентрация келді. Сенің нұсқаңда келмеген шығар мүмкін. Так, қараңыздар. Бізде бұның математикада мағынасы мынау. Так, чатқа жазды. Так, Қасым, қара, мен есеп түсіндіріп жатқан кезде чатқа жазуға болмайды. Ережесі сондай. Түсінікті ма? Маған ұнамайды ол. Мен жыныма тиеді ондай нәрсе. Енді қараймыз. Так, мына есеп мағынасы неде? Концентрацияның мағынасы мынада бізде. Негізі бұны полный түсіну үшін кәдімгі тақырып ретінде өту керек та, бұл ше. Теңіз суының салмағы 7% тұз дейді. Енді қараңыздаршы, 140 килограмм теңіз суы бар. Мына 140 килограмм. Түсініп тұрсыңдар ғой? 140 килограмм теңіз суы бар дейді. Оның 7% тұз дейді да? 7% тұз. Значит, теңіз суы неден тұрады? Тұздан тұрады и тұщы судан тұрады. Тұщы су дегеніміз это типа чистая вода деген сияқты, таза су деген сияқты да. Тұздан тұрады, еще неден тұрады? Судан тұрады. Теңіз суы тұздан және судан тұрады дейікші. Тұз қанша пайыз дейді? 7% дейді. Қараңыздар, 7%. Онда су қанша пайыз? Қалған 93%. Бұл жер түсінікті ғой, иә? Енді не істейміз? 140-тың қанша пайызын табамыз? 140-тың 7%-ін табамыз. Жеті. Енді 140-тың математикада қараңыздар, 140-тың 7%-ін табудың ең оңай әдісі 140-ты 7%. Ана пропорция немен түсіндірмей ақ қояйын, давайте. 5-ші сыныптың әдісімен түсіндіре берейін, иә? 140-ты ең оңай әдісі 140-ты 7%-ға көбейте саламын. Бірақ 7%-ды ондық бөлшекке айландыруды 5-ші сыныпта айтылды, иә, сіздерге? 7%-ды ондық бөлшекке айландырсам 0,07 болады. Онда 140-ты неге 0,07-ге көбейтсек бізде қаншаға тең болады? 140-ты көбейтсек 0,07-ге көбейтсек бізде 9,8 болады. Значит, мына жердегі тұз қанша? 9,8. Түсінікті ғой, иә? Енді су негізі таппай қойсақ та болады. Су таппай қойсақ та болады. Мақыл таба салайық. 130-да қанша? 130-да 2. Енді оған не істеймін мен? Онда су қосам. Қараңыздар, плюс деймін да. Мен су қосам. Қанша су қосатын, бірақ проблема мынада. Мен қанша су қосатын белгісіз. X су қосам дейік. Бірақ проблема мынада да, мен қанша су қосқан белгісіз. X су қостым деп ойлайықшы. Бірақ оның пайыз үлесі бізде 100% су. Яғни тұщы су. Сол кезде дейді, қараңыз, сол кезде дейді, бізде мынандай дейді. Тұздың үлесі қанша болды дейді?
Бала, тұздың үлесі қанша болды дейді? Тұздың үлесі 2% болды дейді. 2. Онда судың үлесі қанша менде? Судың үлесі. 98. Судың үлесі 98%. 98. Енді балалар, негізі концентрацияда сіздерге мүмкін бәріңіз неше РФМШ биылға дайындалдыңыздар ғой енді. Негізі концентрацияның екі сұрағы бар. Мен өзім солай түсіндіремін. Концентрацияның екі сұрағы бар. Бірінші сұрақ не қостым? Давайте жауап берейікші. Бірінші сұрақ не қостым? Мен не қостым? Су. Тұз. Жоқ, су қостым. Тұщы су қостым. Қараңыздар, не қостым? Бірінші сұрақ не қостым? Су қостым. Қарасаңыздар, мен бірінші сұрақ не қостым? Бала, қараңыздаршы. Мына жерде көрініп тұр. Мен не қостым? Таза су. Су қостым. Қараңыздар, мен не қостым деген мынаны айтып тұрмын. Мен не қостым? Қараңыздар, мен не қостым? Су қостым. Бірінші сұрақ кетті ма? Мен не қостым? Қара, бірінші сұраққа жауап бердім. Кетті. Не қостым? Мен су қостым. Екінші сұрақ. Не қосқан жоқпын? Тұз қосқан жоқпын ғой, балалар. Дұрыс па? Значит, не өзгерген жоқ менде? Тұщы су. Жоқ, тұра тұршы. Бірінші не қостым? Тұщы су қостым. Су. Не өзгерген жоқ? Судың пайызы. Жоқ, тұра тұршы. Судың мөлшері. Жоқ, қара. Сұрақ простой. Бірінші сұрақ не қостым? Су қостым. Екінші сұрақ не өзгерген жоқ? Тұз өзгерген жоқ. Не үшін? Өйткені мен су қосып жатырмын да, су өзгеріп жатыр. Мен бірақ тұз қосқан жоқпын ғой. Тұз өзгерген жоқ қой. Түсініп тұрсыңдар ма? Значит, бүйтеді, қара, мынау бар ғой, мынау. Мына 9,8 деген ұстап аламын да, мына 2% дей саламын. Не үшін білесіңдер ма? Өйткені бізде есепте айтқан, есепте мынандай сөз айтқан. Бізде есепте нақты айтылған. Мен не қостым дейді? Су қостым дейді. Тұщы су қостым дейді. Бірінші сұраққа не қостым? Су қостым, жауап бердім. Екінші сұрақтан шығады бірақ. Есептің шешуі. Не қосқан жоқпын мен? Тұз қосқан жоқпын. Тұз. Онда мынау 9,8 дегеніміз қанша пайыз бізде? 2%. Дальше оңай, е? 2% 9,8-ге тең болса, бұл жерде 100% неге тең болады? X-қа тең болады. Үш жерден X табасам, X тапсам қанша болады сонда? Пропорция кәдімгі, 100-ге көбейтеміз, 9,8-ді бөлем 2-ге. X мән неге тең болады? 490-ға тең болады. Жақсы, X мән 490-ға тең болады. Енді мен не істеймін? Сонда 490 деген бізде мына жер ол 490 деген. 490-нан жабылмаса 490 болып кетті. Бастапқыда ол 140 еді. 490-нан 140-ты азайтып тастаймын. Онда қанша шығады? 350 шығады. Есептің жауабы онда А шығады. Бала, түсінікті ма? Иә. Негізі бар ғой, кейін ютубтан видеоны жіберемін ғой, түсіндіріп қайттан жіберемін ғой сабақтан соң. Сол кезде міндетті түрде көріңіздер. Себебі концентрация бар ғой, бұл алдарыңызда дарында келмесе де кейін химия өтесіздер. Арттарыңызда қалмайды, кейін ұбт тапсырасыздар. Мен сіздерге айтайын, концентрация арттарыңыздан ешқашан қалмайды. Ертең химияны бастаған кезде оңай есептер басталады ғой, солардың арасында концентрация дәл осы есептермен бастайсыңдар. Кейін қиындап кетеді ғой, иә. Арттарыңыздан қалмайды бұл есеп. Ешқашан еш жерде қалмайды. Давайте 13 шығарамыз да жібереміз. Айма қайттан жібермей, сонымен қалды. Так, бірінші, мен сөйлеп жатқан кезде жіберуге болмайды ғой. Білесің ба, қайттан жібер. Мен тексермеймін, жоғарыға қарамай кетуі мүмкін ғой. Ей, тыныш, микрофонды өшіреміз сабақ болып жатқан кезде.
Так, 7 адам бар. Давайте тағы 1-2 адам. Так, 1 адам. Давайте хотя бы 8 адам. Потом тексерейік те тез талдайық. Так, жақсы. Кеттік. 13-ші деп. Так, 13-те тексерейік, 13-те. Так. Так, 13-те Қасым дұрыс, админ дұрыс, Әсем Саспаева дұрыс, Қасым Екричеров дұрыс, Маржан Мәуленова дұрыс, Амангелді Аяла қате, Каусар Тілеубек дұрыс, Айша дұрыс, Айжан дұрыс. Жақсы, 13-те қалай шығардыңыздар ал? Аға мен биттім. Мына бс дегенге примерно 9 бен 4-ті бердім да. Мына бны мына жаққа келдім, сонда 9, ал мында сыны 4 қылдым. Сонда 4-ті бөлемін 2-ге деп алдым. Мында 18-і бөлем 2-ге, сонда 18 көбейтілген 2 тең 36 дедім. Басқа жауапты бергенде ағай дұрыс шықты. Мақұл, бұны кім айтып жатыр? Ерасыл. Аға мен b көбейтілген c тең 6-ның квадраты 36. Сонда bc 36-ға тең болса, онда a-ды да 36-ға тең болады дедім. Жақсы, екі Аға түрлі мен былай шығардым. қалай шығардыңыз? 36. Бүкіл әдісін қолданып көрдім. Сонда да жашы бір-біріне көбейтілгенде сол 36 тең болады. Басқа Жақсы. көбейту тең 6 болады. Жақсы, негізі екі әдіс айтылды, бастапқыда екі әдіс, негізі екі әдіс бар ғой. Бірақ екінші айтқан оқушының әдісі оңайлау секілді. Қараңыздар, b көбейтілген с а-ның квадраты дейді. И бізде мына жерден 6-ның квадраты дейді. Енді қараңыздар, бізде а бөлінген b тең неге? Қараңыздар, а бөлінген b неге тең? А бөлінген b тең с бөлінген d-ға. Бізде пропорцияның ережесі бар. Білесіздер ғой? Пропорцияның ережесінде мынандай ереже бар. Қараңыздар, екі шеткі мүшенің көбейтіндісі екі ортаңғы мүшенің көбейтіндісіне тең деген ереже бар бізде. Сонда а көбейтілгенді тең, негізі официальный шығару әдісі осындай ғой, сан қою емес. b көбейтілген с, екінші оқушының айтқан дұрыс негізі. Так, бірінші оқушыда молодец. А көбейтілгенді тең. Қараңыздар, b көбейтілген с неге тең болды? 6-ның квадратына ма? Онда мынау да 6-ның квадратына тең болады, 36-ға тең болады, есептің жауабы с болады. Оңай ғой, балалар. Негізі осы әдіске берілген есеп. Жақсы, келесі есеп кеттік. Так, 14. Давайте 14 шығарамыз. Тез. Хотя бы 30-ға дейін жеткізсек қой, нормально. Қалған 20-сы үйге болады да сонда. Давайте тезсеміз, балалар. Қысқарт дейді. О! Ну, нормальный есеп мынау. Жақсы есеп.
Так, 4 адам ба? Давайте мен қиналып отқан оқушыларға чуть-чуть подсказка берейінші. Чуть-чуть. Негізі бұл жерде былай ғой. 15 көбейтілген аның 4 дәрежесі, иә? Қиналып отқан оқушылар қараңыздаршы, балалар мынаның проблемасын қалай шешесіздер? Мынаның проблемасын сіздер былай шешесіздер. Неге 7 сыныптың шығару әдісі бар? Мен сіздерге 6 сыныптың шығару әдісін көрсетейін. 2b көбейтілген неше? 2b. Көбейтілген 3-тің кубы дегенді, давайте мен былай жаза салайын. Не 7 сыныптың әдісі бар бұл есеп шығарудың. Мен сіздерге оны көрсете алмаймын. 6 сыныптың әдісін көрсетейін. Дальше есеп оңай сияқты. Мынау 60 көбейтілген 2-ның квадрат дегеніміз не деп аламын мен? 2 көбейтілген 2 деп аламын. Ағай, Ау. Мен шығарып ана көрсетіп отқан тәсіл жоқпын. деген. Мен шығарып көрсетіп отқан жоқпын. Мен просто подсказка тастап отырмын. Сосын ема сол ана айтқан тәсіліңіз сонда көбейтуде квадраттар қосылып кетеді сондай ма? Иә. 6 сыныптарға ол тәсіл көп жағдайда айта беруге болмайды да. Осылай негізі 6 сыныпта бұл жаңа 7 сыныптың әдісін білмеген бала осылай бөліп алу керек бірінші. Дальше оңай болып кетеді есеп. Жақсы, 7 адам шығады. Жақсы, тексереміз, тексеріп көрейік, иә? Так. Мынау қай есеп еді өзі? 14 беді. Так, 14-те жауабы. Так. Әсем Саспаева қате. Админ. Мен қате шығардым бәле. Мен дұрыс шығарған сияқтымын. Так. Так, админ қате. Адина қате. Маржан Мәуленова дұрыс. Маржан Мәуленова дұрыс. Қуандық Кәусар дұрыс. Айша дұрыс. Қасым дұрыс шығарыпты. Так, бала қараңыздар, бұл есеп былай шығады. Аяла барсың ба сен? Так, Иә, ағай. қараңыздар, мен мынаны, мына 7 сыныптың әдісі ғой негізі. Мен мынаны 2b-ның квадратының математикадағы мағынасы 2b көбейтілген 2b. 3-тің кубын мен әтеге былай жазалдым. 3 көбейтілген 3 көбейтілген 3 деп жазып алдым. Енді 60-ты өзін жазып алдым. Мынаны қараңыздар, 2-ның квадратын мен не деп жазып алдым? 2 көбейтілген 2 деп жазып алдым. А4 дәрежесі солай қалдыра салдым. 3 солай тұра берсін. B-ның квадратын мен b көбейтілген b деп жазалым. Енді қысқартамыз, иә? Кәдімгі 5 сыныптың тәсілімен қысқартамын. Негізі 5 сыныптың кітабында бар негіз бұған ұқсаған есепші, қателеспесем. Дәрежені өткен кезде бір С тобында бір есеп бар. Енді қысқартамын, қараңдар. Мына екеуі бірдей жоқ болып кетеді. Мына бұл мен мына бұл жоқ болады. Мына бұл мен мына бұл жоқ болады. Мына 2 мен мына 2 жоқ болады. Мына 2 мен мына 2 жоқ болады. Мына 3 пен мына 3 жоқ болады. Енді мына екеуін қысқартамын, қараңдар. 15-ті 15-ке бөлсем 1, 60-ты 15-ке бөлсем 4. Дұрыс па? Сонда қарайтын болсақ менде 4 қалды. Мына 3 пен 3-тің көбейтіндісі қалды, 9 қалды. Бұл дегеніміз 2-де 25-ке тең болады. Есептің жауабы бұл болады. Бала түсінікті ма? 3-тің кубын 3-тің квадрат деп аламын ма? Менікі дұрыс па? Мен кімкі дұрыс, кімкі қате айттым жаңа. Тексерген кезде айттым мен. Бала түсінікті ма? Иә. Уже нормальный есеп мынау негізі. Жақсы есеп, біраз оқушы кетіп қалатын есеп. Давайте 15-ші есепте жақсы есеп екен негізі. Давайте 15 шығарыңыздар.
Ағай, оны жауап жоқ сияқты. Ау, Жауап жоқ сияқты. жауап бар. Есеп дұрыс. 15-ші есеп жақсы есеп негізі. Нормальный есеп. Шығарамыз. 3 адам жіберіпті. Давайте 7 адам жіберген кезде тексерейік, ә? Так, 7 адам жіберіпті. Жақсы, тексеріп көрейікші. 15-ті кім шығарады? Айтты тұрасыз ба қазір? Мақұл. 2 минут күте тұрайық. Тездетеміз. Уақыт кетіп жатыр. Хотя бы 20 есеп үлгерейік. Қазір ұйқыларың келеді сендердің. 10 болады, болды. Мен 30 есеп деген едім, үлгермейтін сияқтымыз. Жақсы, тексере берейік, ә? Балар, бұл есепте 15-те сан қоймайсыңдар. Бұның шығаратын әдістері бар өзі. Так, давайте 15 тексерейік. Ағай, жоқ, мен бүйтіп істедім да. Мына 4m қосылған 8-ден 2-ні жақшаның сыртына шығарып тастасам, m қосылған 2 тең 10-нан 9, сонда 2 жақша ашылған m қосылған 2 дедім да. Жақша болған бөлімінде 36, 36-мен 2-ні қысқартым 18, сонда 10-нан 9 бөлінген 18 тең 10-нан 9 көбейтілген 18-ден 1. Солай ма, ағай? Ну, нормально. Бастама нормально, бірақ қиындатып жібергенсің. Metin ағай. Қазір тұра тұр. Так, 15-те. 15-те кім? Так, 15-те бірінші Мажан Мәуленова. Мажан Мәуленова деген оқушы ма бұл? Ата-ананың аты ма, оқушының аты ма? Ай, оқушылар, өйткені андай ата-ана. Мажан Мәуленова оқушының аты ма, ата-ананың аты ма? Так, дұрыс. Қасым дұрыс. Әдина қате. Каусар Тілеубек дұрыс. Айша дұрыс. Әсем Саспаева дұрыс. Қуандық Каусар дұрыс. Жақсы, балар, бұндай есеп былай шығарасыздар, қараңыздар. 15-те. Так, қараймыз, тыныш. 15-ті балар былай шығарамыз, тыңдаңыздар. Так, мен ручкам қайда кетті? Ойбай, ручкам таппай қалдым ғой. Ай, Метин. Жақсы. Ай, Тыныш, қалай шығардыңыздар? Айттыңыздаршы. ай, мына, неде ше, М, 2 деп тұрды, неде 4М 8-ден. Бір жерде 4-ке көбейтіліп тұрды. Онда 9-да 4 көбейттім, 3-те 6 болды. 36-ны 3-те 6 бөлсем 0,1 болды. Ағай, мен 2-ні жақшаның сыртына шығарып тұрмын ғой, 4 екен ғой. Жақсы. Негізі дұрыс айтты, иә. Негізі мынамен жұмыс жасаймыз. Қараңыздар, 4М қосылған 8N дегенді бар ғой. Мен былай жаза аламын ғой, қараңыздаршы. 4 көбейтілген М қосылған 4 көбейтілген 2 деп жаза аламын ғой.
Дұрыс па? Иә. Жақсы, сыртынан не шығады? 2. 4 шығады. Taş M қосу екеннің сарасан. 4 шығады. Сонда М қосылған екен қалады сіздің. Дұрыс па? Онда мен қараңыздар, онда мен мынаны былай жазамын. Қараңыздаршы, 4М қосылған 8М бөлінген 36 деген мен қалай жазамын? Мен 4 көбейтілген М қосылған 2N бөлінген қанша? 36 деп жазамын. Мен мына екеуін қысқартып тастайыншы, давайте өмірді қиындатпай ақ қояйын. Сразу. Onda 9. Онда бұл неге тең екен? 9. М қосылған 2N бөлінген 9. Ал бізде М қосылған 2N-нің мәні есептің шартында беріліп қоймады ма 10-нан 9 болып? Келісесіздер ма? Значит, М 9 қосылған 9 N-нің орнына 10-нан 9 бөлінген 9 қоямын. Енді 10-нан 9 9-ға бөлсек бізге 0,1 шығады есептің жауабы. Түсінікті ғой, балалар? Негізі нормальный есеп, жақсы есеп. Нормально. Әдемі, средний. Керемет есеп. Маған ұнады мына есеп. Бала түсінікті ма? Иә. Камила дейді. Так, кеттік 16-шы есепке кеттік онда. Давайте 16-ны шығарамыз. Болмайды. Админ неге жасай? Личкаға. Айға. Менің байқағаным, мынау жиындардың бірігуі деген сөз, мынау не ғой, 5-ші сынып қой. Байқағаным, в общем, дарында 5 пен 6-ның барлық тақырыптар келеді деген сөз ғой. Өйткені барлық тақырыптар қамтып отыр. Одан кейінгі тақырып уже санның бөлігі, байқасаңыздар, иә. Әтеге беріп тұр, чтобы барлық тақырып қайталасын деп. Балалар, жиындардың бірігуі деген не екенін білесіздер ме? Что-то сіздер қате жіберіп жатсыздар ғой. Бірігу дегеніміз, так, тексерейікші, мақұл 8 адам жіберді, иә. 16-та. Так, Камила 16-та С депті. Камила қате сізде. Бізде қиылысу деп тұрған жоқ, бірігу деп тұр. Айша дұрыс, Қасым дұрыс, Қуандық Каусар қате, Аяла қате, Маржан Мәуленова қате, админ дұрыс, Каусар Тілеубек. Так, қате, Әсем Саспаева қате. Балар, бізде жиындардың бірігуі деп тұр. Жиындардың бірігуі дегеніміз екеуінде бардың барлығын ал деген сөз. Сендер шатастырып алдыңдар. Бірігу дегеніңіз бар ғой. Жауап А болады. Қара. 8 бар ма? Бар, алам. В общем, бірігу деген сөз сендер қиылысумен шатастырып жібердіңдер. Қиылысу деген сөз, жиындардың қиылысу деген сөз. Тек қана екеуіне ортақтарды ал деген сөз. Қиылысу деген сөз тек қана екеуіне ортақтарды ал деген сөз. Ал бірігу деген сөз екеуінде бардың бәрін ал деген сөз. Қара. 8 мынада бар ма? Бар ма? Алам. 10 мынада бар, мынада жоқ, по-любому алам. Қара, 11 мынада бар, мынада жоқ, алам. 13 мынада бар, мынада жоқ, алам. 17 мынада бар, екеуінде де бар ма? Алам. 22 біреуінде бар, біреуінде жоқ, бәрібір алам. 24 біреуінде бар, біреуінде жоқ, бәрібір алам. Болды. Есептің жауабы болады. Бала түсінікті ма? Бірігу дегеніміз, тыңдаңыздар, балалар, математикада бірігу дегеніміз ол қандай ұғымда, в общем, бәрін ала сал деген нәрсе ғой. Түсініп тұрсыңдар ма? Сендер қиылысумен шатастырып жіберіңдер мына жерде. Жақсы, Адина деген оқушы келіпті ғой. И жаңадан бермеді бар. Давайте 17-ші есеп шығарайық. 17-ші шығарайық.
Arkadaşlar tekrar kimi aytayın жолын қашыққан. Жақсы, кеттік. 17-те. 17 оңай есеп. Так, 17-те. Так, 17-те Қасым дұрыс, Айша дұрыс, Камила дұрыс, Админ дұрыс, Адина дұрыс, Маужан, Мәулена дұрыс, Аяла дұрыс, Каусар дұрыс. Оңай, ә? Жақсы. Так, былай ғой. 5-ші сыныптың есебі қатты қиын емес. 5-ші сыныптың бұл тобының есебі, даже А тобының, е. Қараңыздар, 16-тан 3 бөлігі 45-ке тең болса, 16-тан 1 бөлігі 45 бөлінген 3-ке тең. 16-тан 1 бөлігі неге тең? 15-ке тең. Дұрыс қой. Яғни, қара, 16-тан 3 бөлігі 45, 16-тан 1 бөлігі 15, 16-тан 1 бөлігі 15 болса, 16 15-16 өтеміз. 16 бөлігі 16-ға бөлген 15, есептің жауабы 240 жасалады, есеп оңай. Түсінікті ғой, ә? Бала, түсінікті ғой. Ал, жас, келесі есеп. Иә. Давайте. Давай. 18 есеп, нормальный есеп сияқты. Кеттік. Ай, 18-де жауап жоқ қой. Дұрыс жауап бар. Жоқ болса бермейді ғой сайттағы есеп қой. Так, 5 адам шығарыпты ма? Так, 5 адам шығарды ма? Не, жақсы есеп? Нормальный есеп. Средний. Ағай, жауаптарды айтқаннан кейін шығарып көрсем болады ма? Қате дұрысын айтқаннан кейін. Айтып көріңіз, иә? Идеяңызды айтып көріңіз. Мына айта берсем болады ма ағай? Жоқ, тұра тұр. Оқушылар шығарып отыр. Кім сен атын? Ерасыл.
Сен қай қаладансың? Алматы. Ерасыл, атың мына жерде не деп жазылып тұр сенікі? Ағай, мен просто ноутбукта өткенде сменный екі аккаунт болып админ деп ашылды да, сосын ат қолданамын. Жақсы. Қазір көрейік, 5 адам шығады да, тағы 1-2 адам жіберсінші, ойлансыншы. Мүмкін шығаратын шығар. Нормальный есеп, бірақ қатты қиын емес. Средний. Балалар, болды ау деймін, тексере береміз ау деймін. 5 адам шығады да, қалған оқушылар қиналып жатқан сияқты. Давайте тексеріп көрейік. Так, бұл қай есеп еді өзі? Бұл есеп бізде 18 еді, иә? Так, балалар, есеп нөмірін жазамыз. Мысалы, Асем Саспаева есеп нөмірін жазып алғансын, мен алдыңғы есеппен қателестіріп жіберуім мүмкін ғой, дұрыс па? Дұрыс па? Кәусар Тілеубек Д деп болғасын, қай есеп екен, мен қаяқтан білемін оны? Қуандық Кәусар 17 деген, значит, 17-ші есептің жауабы ол, мақұл. Адина Б депті, қай есеп бұл? Ол да түсініксіз. Есеп нөмірін жазу керек. Админ А депті, админ сен қате шығарғансың мына есепті. Так, Маржан Мауленова дұрыс шығарған, Қасым қате шығарған, Асем Саспаева дұрыс шығарған. Жоқ, просто есеп нөмірін жазсаңдар болды ғой, Адина дұрыс шығарған, не? Есеп нөмірін жазсаңыздар болды. Мен просто қараңыздаршы, менде чатта 17-ші есептінде жауаптар тұр да, ол жерде. Мен шатасып қаламын. Сіздерге қате десем ұрсасыздар. Сіздер әлі ұрысқан жоқсыздар ғой, мен білем да, просто ұрсатын балалар болады менімен. Ағай, қате тексердіңіз, үйттіңіз деп. Жақсы, кім қалай шығарды мына есепті? Ағай, мен айтсам бола ма? Айтыңызшы, бірақ сізде қате шықты ғой. Айтыңызшы. Ағыспен жүрген жылдамдығын тауып 85-ті 5-ке бөлем, сонда 17 болады. Ертең ағысқа қарсы 15 болады да, екеуін азайтам, ағыс жылдамдығы, ағыспен жүргеннен ағыс жылдамдығын азайтсам, сонда 15 қалады, 15-тің 2-ге қатынасы 7,5 дедім. Жоқ, олай емес. Қараңыздар, бізде былай, бізде ағыспен жүргендегі жол, бізде математикада қандай? Мөменшікті қосылған ағыс көбейтілген т. Кездесіздер ғой? С-тің орнына нешені қоямын? 85-ті қоямын. 85 тең болады, мөменшікті қосылған ағыс көбейтілген нешеге? 5-ке. Бұл жерде мөменшікті қосылған ағыс неге тең болады? 85 бөлінген 5. Мөменшікті қосылған ағыс тең болады 17-ге. Дұрыс па? Иә. Енді ағысқа қарсы жүргендегі жол математикада қалай сипатталады бізде? Мөменшікті азайтылған ағыс көбейтілген т болады, е? С тең, яғни 45. бізге не важно? Бізде 45 қой, иә, рахмет. С-тің мәні неге тең? Мен 45-ке тең, е? 45 тең болады, мөменшікті азайтылған ағыс көбейтілген т 3-ке. Мөменшікті азайтылған ағыс тең болады 45 бөлінген 3-ке. Мөменшікті азайтылған ағыс 15-ке тең болады. Енді қараңыздар. Екен ағай теңестірем ба? Или жоқ? Жоқ, теңестірмеймін, қараңыздар. Жүйе. Мөменшікті қосылған ағыс тең 17, мөменшікті азайтылған ағыс тең 15. Бізде, разный тәсіл бар. Негізі, давайте жаттағандаршы, мына жерде мынандай формула бар. Жүйе деп те шығарсақ болады, иә. Дәл осындай жағдайда мынандай формула бар. Мөменшіктіні табу керек болса, 5-ші сыныптың кітабында бар осы 1-90-да айтылады осы форма. 17 қосылған 15 бөлінген 2. Значит, мөменшікті 16-ға тең болады. Ағыштың жылдамдығын табу керек болса, 17-тен 15 азайтамыз, 2-ге бөлеміз. 2 бөлінген 2 1-ге тең болады. Осындай форма 5-ші сыныптың кітабында бар, бұл формула 1-90-да айтылады. Онда менде мөменшік неге тең болды? Мөменшікті менде 16-ға тең болды. Ағыс неге тең болды? 1-ге тең болды. Онда мөменшіктің ағысқа қатынасы менде 16-ның 1-ге қатынасында. Есептің жауабы 16 Б шығады. Бала, түсінікті ма? Аха. Түсінікті ғой, е? Жақсы, енді қалған ютубтан қарашсыздар. Так, хотя бы 20-ға дейін шығарайық та ұйықтайық, е? Сіздер де уже аз есеп шығарып жатсыздар уже. Шаршадыңыздар уже. Давайте 19 мен 20-ны шығарайық, қалғаны үйге болады. Жарайды ғой, е?
қалған үйге болады. Келесі сабақ тез талдаймыз деп ойлаймын, себебі основном мен сөйлеймін ғой. Так, жақсы, тексерейік. Так, бізде қай есеп? 19 есеп. Так, 19-да есептің жауабы. Так, админ дұрыс, Маржан Мәуленова дұрыс, Камила қате. Қасым, так, жауап не еді өзі 19-да? Так, Қасым қате, админ қате, Айша қате, Әсем Саспаева дұрыс. Балар, 19-ды шығардың мынандай формасы бар. Ағай, Бұрышы табудың формасы бар. Қараңыздар. ағай. Мен мына жерде бар ғой, 19-дан кейін 20-ны жіберіп едім. 19-да сыз белгіледім. 60 көбейтілген сағат, азайтылған 11 көбейтілген минут бөлінген 2 деген формула бар. Значит, 60 көбейтілген сағаттың орнына нені қоямын? 17-ні. Сағаттың орнына 17-ні қоямын. Рахмет. Ағай, Азайтылған 5-ті қоям, 5-ті қоям, 5-ті қоям, ағай. 17-ні қойсаң да шығады. Бұл жерде разница жоқ негізі. Жоқ, ағай, негізі айтылған ғой. Жоқ, разница жоқ. Разница жоқ бұл жерде. Сен 17-ні қойсаң да 5-ті қойсаң да дұрыс жауап шығады. Разница жоқ. Оны миды ашпай просто солай істей бергенде дұрыс. Ағай, анан сыртында модуль болады. Иә. Енді 17-ні алсаң модуль болмайды ол жерде. Бөлінген 2. Жақсы. Енді 60-ты 17-ге қойса қанша? 1020 шыға ма? Қанша шығады өзі? Так, бізде қанша шығады? 1020 шығады, е? Қателеспесем. Дұрыс па? 60-ты 17-ге қойсам 1020 шығады. 1020-дан азайтып тастаймын 440-ты бөлем 2-ге. Енді 1020-дан 440-ты азайтып тастасам қанша шығады менде? 580 бөлінген 2. 1020 азайтылған 440. Так, бөлінген 2. 580 бөлінген 2, 290 шығады. Бірақ бізде 290 дегеніміз ол қай градус?
Бізде 17,40 болса, 290 дегеніміз где-то мынау болып тұр ғой бізге. Түсініп тұрсыңдар ма? Сонда 360-тан 290 азайтпай ма? Иә, 360-тан 290 азайып тастайды. Бізге мынаны сұрап тұр ма? 360-тан 290 азайып тастайды. Қанша шығады? 70 градус. 70 шығады. 19-да С дедім, 20-да А дедім. Так, біріншіден, Ерасыл, біріншіден жауапты айтуға болмайды. Екіншіден, тыныш отыр. 20-сын есепке мен әлі берген жоқпын. Давайте 20-ны чатқа жіберіңдер. Сен қазір жауабын айтасың, шығармайды. Сен қате шығарған шығарсың. Қаяқтан білемін мен? Ерасыл, чаттың ережесі бар. Чаттың ережесі бойынша мен есеп, когда, мысалы, 19 талдап біткен кезде, чатқа оқушылар 20-сын есеп шығарып жазады. Мен потом тексеріп бітем. Түсініп тұрсың ба? Саған ешкім айтуға рұқсат берген жоқ. Балалар, мынау соңғы есеп. Потом қалған 30 ма, қанша? 20 есеп па? Жібердім ағай. Қалған қалды, қалған үйге болады. Жас тағы бір-екі оқушы жіберсін. Алты оқушы жіберді ма? Тағы жіберетін оқушылар бар ма, или мен түсіндіре берейін ба? Болу деме. Жақсы, балалар, қараңыздар. Мына есеп шығардың жұмысшы көбейтілген уақыт сызықша нәтиже деген формуласы бар. Негізі мен жыл сайын осы формуламен үйретем. Оқушылардың бәрі дұрыс шығарып шығады. 20-ны тексерейікші. 20-да не шықты жауап? 20, так, 20-да. Мажан Мәуленова дұрыс. Айша 19-ның жауабын не үшін жазып жатсың? Әсем Сыспаева, ана 20-да Камила дұрыс. Мен негізі 20-ны жіберіңдер деген кезде жіберу керек. Одан ерте жіберуге болмайды. Админ 20 қате. Мажан Мәуленова 20 дұрыс. Айша 20 дұрыс. Амангелді Аяла 20 дұрыс. Қуандық Кәусар 20 дұрыс. Кәусар Тілеубек 20 дұрыс. Балалар, қараңыздар. 20 есінші есеп шығарудың мынандай тәсілі бар. Жұмысшы көбейтілген уақыт сызықша нәтиже деген. Қараңыздар, 15 тігінші, значит, жұмысшының астына 15-ті қоямын. Көбейтем 6 күнде. Қараңыздар, значит, уақыттың орнына нешені қоямын? 6-ны қоямын. Кесесіздер ғой? Сызықша нәтиже, нәтиженің орнына нешені қоямын? 135-ті қоямын. Бала, түсінікті ма? Бала, түсінікті ма? Жақсы. Енді, дальше кеттік. Дальше. 8 тігінші, жұмысшының орнына нешені қоямын? 8 қоямын. Көбейтілген уақыттың орнына нешені қоямын? 5 күнде. Уақыттың орнына 5 қоямын. Балалар, осындай дайын формула бар. Мен Инстаграм немді көрсеңдер, TikTok, Инстаграм каналын көрсеңіздер, бұл есептің барлығы бар негізі. Сызықша неше болады? X-қа тең болады. Енді 15-ке 6-ны көбейтсе қанша болады? 90 болады.
90 135 және 8-ге 5-ті көбейтсек 40 нешеге тең болады? X болады. Осы жерден пропорцияны шешетін болса, X табатын болса 40-ты 135-ге көбейтеміз, бөлеміз 90-ға. X мәні менде қанша шығады? Қанша шығатын еді? 60 шығады. Есеп осымен бітеді. Бала түсінікті ма? Бала түсіндіңіздер ма? Балар, бұл есепті шығару үшін осыны жұмыс көбейтілген уақыт сызықша нәтиже деген формуламен шығарсаңыздар өте оңай шығады. Жақсы балалар, енді қалғаны қанша 30 есеп па 25 есеп па қалды, сол сіздерге үй жұмыс болады. Менің есім сабақтың басында айтпадым ау деймін, менің есімім Олжас Ағай болады. Айттым ба, есімде жоқ. Жақсы балалар, сау болыңыздар. Келесі сабақ, мен чатқа жазамын, келесі сабақ қашан болатын, жарайды ғой, Скорее всего, ертең болады келесі сабақ. Не үшін? Себебі аз уақыт қалды. Бір оқушыларға кіретін уже 4-5 күннен кейін болады. Скорее всего, келесі сабақ ертең болады. Жарайды ғой, балалар? Балалар түсінікті ма? Балалар түсінікті ғой, Сау болыңыздар. Иә. Жақсы, сау болыңыздар. Сау болыңыз.